Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен иммунитетті көтеретін, қызылшадан жасалатын тағы да бір салаттың түрін жасаймыз. Алдыңғы видеода осы қызылшадан жасалған иммунитетті көтеретін салаттың видео рецептісімен бөліскен болатынмын. Менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып, видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Салатымызды дайындау үшін 300 грамм капуста, оны жіңішке етіп турап аламыз қолмен. Бір бас сәбіз, оны теркамыздан өткізіп аламыз, жіңішке теркадан. Және қайнатылмаған бір бас қызылша керек, оны да теркадан өткізіп аламыз. Әр қаратта туралған капустамызды ыдысымызға салып алып, оның үстінен шамалы тұзымызды салып, капустамызды өлтіріп аламыз мыжып. Капустамызға сәбізімізді салып, оған қызылшамызды қосып, одан кейін үстінен чесногымызды салып, оған дәміне қарата қара бұршымызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Салатымыздың үстіне сұйық майымызды ыстып жіберіп құямыз. Ыстылған сұйық май ол чесногтың және сәбіздің, капустаның дәмін шығарады. Осымен біздің дайындаған салатымыз дайын болды. Дайын салатты дастарханға салып ұсына берсеңіздер болады. Егер де жасаған салатым ұнап жатса, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз рецептілеріңізбен бөлісе отырыңыздар.